Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді әрі оп-оңай жасалатын, қарапайым ингредиенттермен жасалатын өте жұмсақ апельсиновый кекс дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен 4 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Ағарғанша дейін массамыз жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде біздің кексіміз көмпиіп, күшті көтеріліп пісетін болады. Одан кейін белгіленген мөлшердегі ертілген сары майымызды және де 1 немесе 2 апельсинді сығып, соғын шығарып, соғын қосатын боламыз. Өте дәмді болып шығатын болады. Одан кейін ұнымызға қопсытқышымызды салып, оны шетінен салып, жақсылап араластырып аламыз. Өте оңай жасалады, сондықтан жасар алдында духовкаңызды алдын ала қыздырып қоя беріңіздер. Ал қажет мөлшердегі ингредиенттерді астығы описанияға әдеттегідей қалдыратын боламын. Кез келген формаңызды жақсылап майлап, тестамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 50 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі оп-оңай жасалады. Үйдегі бар қарапайым заттармен жасалады, тек апельсиніңіз болса болғаны. Міндетті түрде жасап көріңіздер, хош иісті, өте дәмді болып шығады. Біздің үйдің балақайларына және үлкендеріне қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Және де достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.